арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайық. Алданып қалып, ойын басқа жаққа бөліп жібердім дейтін аңда ма? Бір кісіге деген еле. Ерке ме? Жоқ, вообще ол туралы аузыңызға алмаңыз десеңші. Еркеден не қойылып қалдың? Мен ба? Ерке мен айырылып қалды десе. Жоқ, мен ешкімнен айырылмадым. Айырылып қалдым дегенде солай ғой өмір сөйтіп жаратылу мен айырылудан тұрмай ма десеңші. Мықты еркек кез келген сұлуды қасында сақтап қалады. Сен енді мықты болмай тұрсың ғой. Мен оны сақтап келмеген шығар. Әлде солай болды ма? Соның адасып қуып кетім соны айтып тұрмын ғой мен. Ойын бөлініп кетті деп. Махаббатпен? Яғни бауырап алды. Ой салып жіберді. Құлдық жіберді деп айтамын мен өзім тәмін. Сен кәдімгі маскаға шығып. Сәлем бердік. Ассаламу алейкум. Бақыттарыңызда. Кешірші, мен сені танымай қалдым. Мен сол мұнда осы жобаға келіп өнер көрсеткен себебім қабырғама келіп бір-екі ауыз сөз айтып кетейін деп. Сағат 10:30 болып 11 де болды десең. Оның бәрі шоу ғой, өтірік қойған бәрі. Мынау шындық десе Сол еркемен алғашқы кездесу. Ол маған жазды, типа қалады, мен өлең жазып берген маған. Сол мәселемен кездескен болатын, сосын андай өзі сондай қыз ғой, андай әзілдейтін, сөйтіп әңгімемен жарасып кетіп, не осы аузым жабылмай қаршы. Сөйтіп бауырап болды ғой, деп бағындай алданып қалдым депші, ойнайды. Өзі жаңағы ән жазып бер деп кездесуге шақырды. Солай басталды. Солай басталды. Соңғы кездесу. Соңғы рет кездеспедік. Жоқ, бәрібір соңғы кездесу болады ғой. Не, біз кеттік екі жаққа, айырыламыз деп кеткен жоқпыз, бірақ просто кетіп қалдық та айырылысып кеттік болды. Екеуің екі жаққа кете бардыңдар? Мен түсіндім просто. Кездесуге шақырмады? Мен ба? Жоқ. Әлде ол келмеді ме? Білмеймін, ол кезде не болды. Шақырмадың ба, келмеді ме? Сен ішкі әлеміңмен сөйлесіп жатырсың да? Келмеді дей салайықшы. Мен шақырдым, ол келмеді дей салайық. Бірақ ол дей салайық. Жоқ, ғашық болдың ғой. Сүйдің. Қазір күмәнім бар. Сол кезде ғашық болдым, жүрдім. Махаббат қанша уақытқа созылды? 12 ай болды ма? Басты асқан сияқты, мен санамайды екенмін. 1 жылдан асты. Бәлкім. Анаңмен таныстырдың? Солай ғой. Біледі ғой еді бәрі. Анаңмен таныстырдың. Жоқ, мысалы, кез келген еркек өзінің әйелі болатын адамды анасымен таныстырады. Енді екінің бірін апара бермейсің ғой. Екінің бірін? Жоқ, мысалы, бір қызбен 2 күн, 5 күн жүрдің, 6 ай жүрдің, апармайсың ғой. Сенімді болған кезде, өзіңе өзің таңдау жасадым деген кезде апарасың. Сенің ситуацияңда солай болды ғой? Анаңмен таныстырдың. Анаң қалай қабылдады? Жақсы. Жасы үлкен, немесе бұл шоу-bizдің адамы деген сияқты болған жоқ. Яғни сендерде бір махаббат баянды болады деген жалғас болды ма? Үміт болды ма? Махаббат? Мен де мәлесін өзінде. Болды. Сол кезде болды, Жоқ, сол кездегі бір сөйт. Қазір соны өтешай жету керек та маған, обязательно десең. Сол кезде сезімің болды. Болған шығар, Кім-кімді тастап кетті? Ол мені тастап кетті дей салайықшы. Ол сені тастап кетті. Райыммен еркенің бақытты болуын қалай қабылдадың? Бақытты болсын деп, жақсы болсын да, күшті болсын деп қабылдадым. Өте күшті қабылдадым. Бір қызғаныш немесе депрессия? Қаяқтан депрессия менде, мен ол нәрсені ойлап мұңға батуға менде уақыт жоқ. Мен басқа қырлары жетіп жатыр ғой. Сол.
ондай типа бәрі айтады типа маған звондап типа бірдеңе қалайсың деген әңгімелермен айтамын. Мен қуытырып қалмайыншы, қойыңдаршы, басқа істемеймін. Не айтып отырсыңдар? Өмірде қосылу болады, ажырасу болады, қосылу болады. Каждый әр адам өзінің өмірін сүреді, и әр адам өзі біледі деген сияқты. Сол себептен типа бәрі жақсы болса болды, ол бақытты болса болды ең бастысы. Мен қуанамын, егер бір күн тауып жақсы болатса. Неге қуанбасқа бір өзінің қуаныш үшін? Қуана аласың. Әрине. Шын жүректен. Олардың махаббаттарының баянды болғанын қалайсың? Қалаймын, иә. Өмір бақи болған қалаймын. Осыдан айырылысып кетіп көрсін мен просто жай осы әзілдесіп әңгіме айтып отырғанға өзіме ұнайды негізі. Күлкі қайғыны жасырады дейсің ғой? Иә, күлкі қайғыны жасырады. Айтпай қойып ладно, жақсы. Мына бір ән оған емес пе? Қайсы? Сезімдерге салдың суретін қоянның, шындықты қабылдап енді ояндым. Бәрін бөле тұра ойнай алмаймын, шақырмай қой бәрі тойыңа бармаймын. Жүрегімнің жүрегісің деген жазым да бүйтіп. Әдемі қылып жазым келді андай, ақындар сияқты ше андай. Жүрегімнің жүрегісің деп андай күшті қылып сөйтіп жаздым. Ол ұнап қалды да, сосын қайырма болды. Оны жоғары айту керек болды, оны зерезі айтқыздым. И соны тыңдап тұрып, анау фристайлмен шығып кетеді ғой, бір қана дауыс жаза салдым дейді. Айтылмаған сөздер жоқ қой, деп сөйтіп айта салдым, и қалып қалды, тыңдап қоймын, четко. И сөйтіп қалдыра салдым, и сол бір қана дауыспен тұр. Бұл оған арналмаған? Сол жерде бір менің көңіл күйім сондай болды да, тук деп айта салдым. Оған қатысы жоқ оған, ондай. Біреуге өлең анау дейтін нәрсе, это мен ондай нәрсемен істемедім, бәлкім болашақта істеп қалған, білмеймін. Райыммен қарым-қатынас қалай? Менде ма? Иә. Өмірде кездесіп тұрасыңдар ма? Өмірде кездесіп тұрмаймын, білмеймін. Ол негізі ол бала Найджуан кезінде мен тайым ғой, амандасып жүрген бала ғой. Постоянно баламен амандасып жүрген. Соңғы менің есімде ана Айқын айтты, мен бірге шығып берші деді да, осы Алматыда жүр ғой, шығып берші. И сол кезде Райым екеуінің концерті болып жатыр екен. Сол жауып жатыр екен Айқын, сол мен шығып берші деген кезде ол шығып жатқан. Сол кезде мен амандасқанмын ғой, салам алейкум, қалайсың балам деп. Уағалейкум ассалам деп өтіп кетті. Сосын мен түсінбей қалдым да, кездесіп бүйтіп амандасып жүрген маған. Дедім де, сосын ладно, қоя салдым. Саған ашу керек болды да. Сол момент түсінбей қалдым. Былай көзқарасым түзу, иә. Ондай ештеңе болмапты андай. Асыға сөйлеспедім де ғой негізі, шынына келгенде. Шығармашылығын қалай бағалайсың? Мен оның шығармашылығын үңіліп бүйтіп тыңдап көрмеппін. Но былай білем, естігем. Мен енді болады, жақсы, иә. Өзінше ғой. Әркім өзінше жасайды ғой. Махаббаттан неше мәрте аузың күйді? Еркен есепке алғанда. Соны айта бересіз ғой. Өзін кесіп тастай салыңыз. Өйтіп бір өзінің атын жаула бермеңіз деп. Өзіміздің де атымыз жетіп жатыр деп алды. Қанша мен санамаппын? Білмеймін, 3-4 рет шығар. 3-4 рет. Кәдімгі аузың күйіп өкініп қалды. Енді жоқ ондай өкіну, керісінше мен бәрінен қуанып кеткенмін. Деп қойса. Махаббат деген не? Махаббат деген не? Махаббат деген не? Жоқ, өзім білмеймін. Жоқ, сенің өміріңе қарап отырып, өзіңнің кейстеріңе қарап отырып, кез келген адам махаббат жайында бір тұжырымға келеді. Махаббат деген мен үшін онда сенім. Онда сенде махаббат болған жоқ қой? Менде ма? Болған жоқ. Сенің сеніміңді ақтаған арулар жоқ? Жоқ. Сен сүйе аласың ба? Сүйе аламын әрине. Мен қыздар қатты жақсы көремін. Кәдімгі жан дүниеңді беріп. Жан дүниеммен, иә. Сен үшін романтика деген не? Романтика это күлдіртіп білу. Қуантып білу. Андай таңғалдырып білу. Мен қатты жақсы көремін жанымдағы, яғни нәзік жанды ару, жанында жүріп күлгенін, андай бір или бір пранк болсын, кішігірім алдама таңғалып қалғаны, эмоция салғаны өте қатты жақсы көремін. Мен мысалы гүл алғым келмейді. Мен гүл алғым келеді, андай гүл алғым келеді. Су құяды, и ол өсетін гүл алғым келеді. Андай бүйтіп апарып өліп қалады ол, потом біріншіден ақша, екінші лучше сол ақшаны өзіне бер дейді. Сен бірдеңе алып ал, өзің керек, білмеймін. Анау типа ысырап сияқты да мен үшін.
әркім романтиканы әркім әрқалай түсінеді, оған келсем, әркім әрқалай білдіреді. Менікі ол жеке, ол өзімдікі деп ойлаймын. Еркеден кейін жүректі жаулаған адам жоқ, иә? Жоқ. Түсінген бойынша. Зирузашы. Не болып тұр? Бір махаббат болдыңдар емес пе? Жоқ, біз жұмыс жасаймыз. Сезімсіз? Сезімсіз жұмыс, яғни жақсы көремін, уважать етемін, сыйлаймын. Қашан үйленесің? Ой, сол үйленгенге жүр негізі. Үйленгім келеді. Үй болғым келеді. Бірақ амалым бар ма десе. Бірақ олай болмайды ау осы жақын арада. Істейтін іс өте көп. Істеу керек. Бас екеу болмай, хит төртеу болмайды. Оны енді болашақта көреміз. Не жыласаң. Не, бұлай болған бәрі күшті деймін да. Осылай мен өмірімде осылай болғаны. Мүмкін маған осылай болу керек шығар. Мен оны қабылдап тұрмын да, мен бана айтып, шал болғанша мен ол нәрсені қабылдап шығамын, мен өзім сөйтіп, все түсініп, өзім тауып, деп бүйтіп отыра аламын десе. Күшті қызық болып отыр негізі. Жоқ, қабылдау да ол енді уақытпен, даналықпен келеді. Оған біреу әсер етеді. Ол қабылдадым деп кете алмайсың ғой. Біреулердің өзі әсер етеді, сөз әсер етеді. Немесе кейбір адамдар психологқа барып жаңағы ол сатылардан өтеді. Сен ситуацияңда қалай болды? Мен психологқа бармадым. Мен ситуацияда өз-өзіме шынайы болдым, өз-өзіме сөйлестім. Не қалаймын расымен деген әңгіме ғой. Не бере аламын мен бұл әлемге? Өзіңе сұрақ қойдың, соған жауап ізде.